Кәрі жілікте шаңырақтың құты бар. Қазақта кәрі жілік кәделі сый саналады. Кәрі жілік ел басын сақтайды деген сенім бар. Оны үйдің оң босағасына немесе қораның айналасына байлап іліп қояды. Кәрі жіліктің киесі туралы ел ішінде көптеген аңыздар бар. Жалпы қазанға ет салғанда алдымен бісміллә деп кәрі жіліктен бастап салады. Себебі кәрі жілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа да салмайды. Керісінше қонаққа, жат адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәрі жілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдайды қазақ халқы. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпайды. Сүр бойдақ боласың деген сенім бойынша бойдақ жігітке де бермейді. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдайды. Бірақ қанша тырысса да малын ала алмайды. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты. Бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді. Ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы не күзетшісі жоқ. Бәрін барладым, көршілерінен де сұрадым. Ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болуы керек, дейді. Ұрылардың басшысы: ендеше бүгін шабамыз, деп атқа қонады. Бұл жолы да ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып, кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып: байеке, мен ұры едім. 10 күн болды сіздің малыңызды торып жүргеніме. Бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады. Не сыр, не киіңіз бар? Айтыңызшы, деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып, қорасында ілулі тұрған кәрі жілікті көрсетеді. Әкем марқұм дүниеден өтерінде кәрі жілік көрсең қораңа байла, малыңа қорған болады деуші еді. Өсиетін орындап кәрі жілік іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады. Қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса, менде басқа күйе жоқ, дейді. Құдіретке бас иген ұрылар байымен дос болыпты. Ниетінен қайтып, адал кәсіпке көшіпті. Кәрі жіліктің кереметі туралы ел ішінде тағы мынадай аңыз сақталған. Ертеде байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен тартып, қалаға саудаға аттанады. Сапарға шығар кезде әкесі: балам, мына кәрі сүйекті қойныңа салып ал, қауіп қатерден аман боласың, дейді. Әй, әкей, сенің ақ ырымың таусылмайды екен, деп ұлы селсоқ қарайды. Бірақ әке көңілін қимай, көп қапшықтың біріне лақтыра салады. Межелі жеріне аман есен жетіп, саудасын жасап, елге қайтады.
Жолда керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бала не істерін білмей қатты сасады. Сол кезде арт жағынан қарулы жасақ пайда болып, қарақшыларға қарсы ұмтылады. Тонаушылар сескеніп, кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақшының қаңғыған оғы баланың аяғына тиіп, жараланып қалады. Ғайыптан пайда болған жасақ керуенді аман-есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті көрінгенде көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп, әкесіне болған жағдайды баяндайды. Сонда әкесі: «Ұлым, ырымның сырын енді түсінген боларсың. Кәріжілікке Құдай осындай қасиет дарытқан. Сен балалық қылып, кәріжілікті көп қапшықтың біріне салып алдың. Сонда да керуеннің ғайып ерен 40 шілтеннің шылауында болады. Егер ықыласың күшті болғанда, жебеде дарымас еді», деген екен. Осыдан бастап ел аузында кәріжілік ер жігітті 40 жаудан қағады деп сөз қалыпты. Мәшһүр Жүсіп Көпей ұлы қайтыс болған кезде бейітінің ішіне 40 кәріжілік қойған екен. Діни сенім бойынша кәріжілік қабірді қорғап жатады деседі. Бұл жайында Дихан Әбілеевтің естелігінде: «Мәшекеңнің бейіті 2 бөлмелі үй түрінде салынған. Төргі үйінде шкаф тұр. Ондағы 2 қатарда араб-парсы тілінде жазылған 60 кітап жиюлы екен. Шкафтың үстінде тірі күнінде қолданған ер тоқымын қойыпты. Үйдің оңтүстік жақ қабырғасында қойдың 40 кәрі жілігін ілген екен. Діни сеніммен қарағанда 40 жілік күзетші болуы керек. Осы төргі үйдің астын биіктігі 2 метр, ұзындығы да сондай өлшемде терең етіп қаздырған екен. Мәшһүр Жүсіптің денесі осы айтылған жерде жатыр. Сақал шашы сол қалпында, денесі сары екен. Тірі күнінде толық адам болған болуы керек. Кеуде сүйегі өте көтеріңкі, іші аздап қабысыпты. Сол жақ аяғы кішкене семіңкірейін депті. Өйткені сол аяғының өкшесін бірдеңе жеген сияқты деп жазады. Әулиенің діни кітаптары, ыдыс аяқтары, ер тоқымы мен ат әбзелдерін және басқа да өзі тұтынған заттарын сағанасында қойдыруы, олай-бұлай жүрген жолаушылар пайдалансын деген ниеті екен.